Қызғаныш әңгіменің жалғасы. Достар, қазақша контентті қолдап, видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Кірген екеуіне ешқайсысы мән беріп қарамады. Отырған жерлерінде ойнай берді. Тек шет жағында отырған көзілдірігі бар қысық көзі ғана отырыңдар деп қолын бұлғады. Екеуі орын тауып жайғасты. Басында Есбол ойынға араласпай қарап отырды. Біраз уақыт өткен соң кірісіп кетті. Екеуі ол жерден таңға жуық бірақ шықты. Бірінші барғанның өзінде ақ Есбол азын-аулақ ақша ұтып шықты. Ертең келесің бе? Жоқ, ертең ауруханаға барамын. Жақсы, барғың келсе айтасың ғой. Нұртас сені ойнайды деп ойламаппын. Өзім де білмей қалдым. Мына жерге жұмысқа кірмес бұрын бір байдың машинасын айдадым. Балаларын тасимын. Мектеп үйірмелері бар. Өзін тасимын. Сол бастығым осы жерге келетін. Мен сыртта қаламын. Түнімен көлікте отырамын. Күн суыта ішке кіріп отыратын болдым. Басында жай қарап отыратынмын. Кейін ойнайтын болдым. Содан бастығым жұмысы ауысып басқа қалаға кетіп қалды. Мен болсам әдетке айналып кетті. Келіп тұрмасам басым ауырады. Көп ақша ұтқан кездерің болды ма? Болды. Білесің бе, ондай кезде қарыздарымнан құтыламын, кредитімді жауып тастаймын деп ойлайсың. Бірақ оның біреуі де істелінбейді. Қайтадан ойынға саласың. Бармай қоймайсың ба? Қарыздарым бар аналарға. Оны өтемей, олар мені жібермейді. Өтеп алайын, содан соң бармаймын деді. 2 күннен кейін Нұртасқа еріп қайта барды. Қаламқас ауруханадан шыққан күні үйде болмады. Жұмыста да берекесі қашып, жұмысының сапасы кете бастады. Бірнеше ескертулер алғаннан соң жұмыстан шығып та қалды. Енді жұмысы жоқ, үйде жатыр. Нұртаспен бірге еріп баратын әдетін қоймады. Соңғы кездері ойыннан жолы болмай жүр. Қарызға белшесінен батты. Соңғы рет келгенінде дәу қара. Кешегі ақшаны қашан қайтарасың деді. Апта соңында әкелемін деді күлімжіп. Әкелмесең не болатынын өзің білесің, қашып құтылмайсың деп гүр етті. Бұл күндері Нұртас бұған жоламайды. Осы үйден құтылудың бір жолы өзінің орнына жаңа адам әкеліп кіргізу керек екен. Жаңа адамнан ақшасын сорып болғанша қарызға батыра береді. Нұртасқа өзінің жемтік болғанын түсінген Есбол қатты өкінді. Ақша сұрап ағасына барды. Ал ағасы болса бермеді. 1-2 достарын жағалап көп ақша таппады. Үйге келгенде қаламқас та маза бермейтін болды. Мына балаларға еш болмағанда сүтке ақша берші, мамамнан қашанғы ақша сұрай беремін деп қақсап жүрген. Бір күні үйге келсе жоқ. Балаларды алып төркініне кетіп қалған екен. Оны білген үй иесі, пәтердің ақшасын бермесең босат, басқа адам тауып қойдым деп жүріп қуып шығады. Далада қалған Есбол әкесінің үйіне келеді. Әкесінің үйінде қанша жатсын, жеңгесінің қабағына қарап, жеген тамағы өтпей 1 ай әрең шыдайды. Жұмыс іздеймін деп қалада жүрген күндерінің бірінде қайдан шыққаны белгісіз қара дәудің адамдары тауып алады. Қайда қашып құтыламын дедің, жүр деп сүйрей жөнеледі. Жарты жолға келгенде бір бұрышқа кіргізіп пышақтап кетеді. Есін жиғанда ауруханада жатыр екен. Қасында медбике дәрілерін салып жатады. Алғаш айтқан сөзі су болды. Көретін жарығың бар екен бауырым. Пышақ дәл жүрекке емес, сәл төмен түсіпті. Бұл қылмысты іс, қазір полиция келіп тергеу аламын деген. Маған бір номер айт, туғандарыңа хабар берейін деді дәрігер. Айтқандай-ақ, полиция келіп сұрақтың астында қалдырады. Нұртастың атын айтып, әрең құтылады. Біраздан соң көз жасына ерік беріп анасы мен ағасы келеді. Жаным-ау, сенен айырылып қала жаздадым ғой, не істеп жүрсің? Бізге неге айтпайсың деп баласын айналып толғанады. Өткенде ақша сұрағаның жаман еді. Сол кезде неге ашып айтпадың? Екеулеп шешімін табатын едік қой деді Жандос ағасы. Есбол көңілі босап, мені кешірші аға, сенің көлік алғаныңды көре алмай қызғанып едім. Ашуға ерік беріп, жыным ұстағаны рас деді. Ой, сенде көлік деген не?
аздап шыдасаң сен де алатын едің деп басу айтты. Кешке қарай балаларды алып Қаламқас келді. Қыздары сағынып қалған екен, папалап, аймалап, әкелерін құшақтап жатыр. Қараса ұлы да өсіп қалған екен. Осы уақытқа дейін көзі неге соқыр болып қалғаны? Ұлы екі қолын ербеңдетіп әкесіне ұмтылды. Құшағына баласын алғанда өзінің осы уақытқа дейін бос жүргенін, балаларының болашағын ойламай қара басымен кеткенін түсінді. Қаламқас та біраз жүдеп қалғандай, тіпті үстіне киген көйлегі де тозып кетіпті. Көптен бері әйеліне көйлек әпермегені есіне түсті. Қайынаға, бізді ауылға көшіріп алатын болды. Үй тауып қойыпты. Ертең барып абысын екеуміз ішін әктеп жуып аламыз деді. Жұмыс жоқ, ауылда не істеймін? Сенің бұрынғы жұмысыңа барып бастығымен сөйлесіп келді. Сол жұмысқа қайта кіретін болдың. Екі қызды ауылда бала бақшаға беретін болдым. Апам біраз уақыт ақшасын өзім төлеймін, көмектесемін деді. Көңілі орнына түсіп, басының қыртысқан қан тамырлары жазылып, тынысы ашылғандай болды. Кімге ренжіп, неге ашуланып жүргенін өзі түсінбеді. Қызғаныш отының арбауына түсіп, қырқысқанда не пайда көрді? Осы сәтте дүние өзгеріп сала берді. Өзі сүйіп қосылған Қаламқасы да көзіне сұлу болып көрінді. Әшейін де шулаған шудан қашатын балаларды да әкелік жүрегін елжіретіп жіберді. Мына жатқан жерінен қазір жіберсе деп тұрып кетіп қалуға дайын еді. Әңгіменің авторы Анаргүл Алмабаева. Төменге сілтемесін қалдырып белгілеп кетемін. Достар, қазақша контентті қолдап, видеома лайк басып, менің плейлисте бөліміндегі басқа да әңгімелерімді тыңдаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.